Елімізде желтоқсан айының 3-ші жексенбісінде энергетиктер күні аталып өтеді. Кәсіби мереке қарсаңында Жетісай қаласында энергетика саласының майталмандарының құрметіне энергетиктер аллеясы салтанатты түрде ашылды. Ұжымдық рухты нығайтып, энергетика саласының маңыздылығын көрсетуге бағытталған шара барысында еңбек иелері марапат төрінен көрінді. Энергетиктердің өлшеусіз еңбегіне құрмет көрсету мақсатында салынған аллея оңтүстік жарық транзит мекемесінің маңында орналасқан. Салтанатты ашылу рәсіміне Жетісай ауданының әкімі Серік Үсенұлы, жергілікті депутаттар, ардагерлер алқасының мүшелері мен энергетика саласында қызмет еткен сала ардагерлері қатысты. Мерейлі мереке кезінде аудан әкімі сала ардагерлеріне Қазақстан Республикасы энергетика министрінің алғыс хаттарын табыстап, оларды құттықтады. Мына бүгінгі шарада айта кету керек, Байтілесіп Төлен ағамыздың бастамасымен, қолдауыменен мына бүгінгі Жетісай ауданының әкіміне көп рахметімізді айтамыз. Қолғабыс жасап, мынау енді облыстың көлемінде, республика көлемінде бұндай энергетиктер аллеясы жоқ. Көптен көп рахмет айтамыз. Құны 30 миллион теңгеден болатын республикада қайталанбас жобаның салынуына аудан әкімшілігі қолдау көрсеткен. Аллея энергетиктердің өлшеусіз еңбегіне құрмет көрсету мақсатында ашылып, аймақтың жаңа мақтанышына айналады. Бізде биылдықта, жылдықта сол инвест бағдарламамен жаңартулар болып жатыр. Қанша бізде жаңа столбалар, опорларымыз, жаңа трансформаторлар ауысып жатыр, жүйелер ауысып жатыр. Сол биылдықта бізде 25 шақырымдай ішкі жүйелер, әуежейлер ауысты. Энергетиктер аллеясы тек демалыс орны ғана емес, сонымен қатар энергетиканың қоғам өміріндегі маңыздылығын көрсететін символдық орын болмақ. Бұл жоба өңірдің экологиялық және әлеуметтік жауапкершілігін нығайту жолындағы маңызды қадамдардың бірі екені сөзсіз. Клара Шербайқызы, Біржан Нұрланұлы, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.